Осы жылдың жазында Қазақстан футбол федерациясы ұлттық құраманың тізгінін ресейлік Станислав Черчесовке ұстатты. Саламұлына қойылған негізгі мақсаттардың бірі ол еліміздің басты командасын 2026 жылы Солтүстік Америкада өтетін әлем біріншілігіне шығару. Ол уақытта Асхат Тағыберген, Александр Марочкин және тағы да басқа командамыздың тарихи жеңістеріне басты себепкер болған ойыншылардың жасы зейнетке таяп қалады. Олардың португалиялық Пепе секілді деңгейде өнер көрсетуі екіталай. Осындай жағдайда команда құрамында түбегейлі өзгерістер орын алуы тек уақыт мәселесі. Қазірдің өзінде ұлттық құрама сапына енуге үміткер бірнеше орта және жас буынды ойыншылар бар. Бүгінгі шығарылым дәл сол ойыншыларға, демек альтернативті Қазақстан құрамасы туралы айтылады. Ең басты критерий әлем чемпионатында ойыншының жасы 30-дан аспауы керек. Құрметті достар, біздің ұсынатын контентіміз өзгелерден айрықша. Сізден тек қолдау күтеміз. Міндетті түрде Соққыр арнасына тіркеліп, видеоға лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Қақпашы 2022 жылы Молдова командасына қарсы пенальти сериясын алып шығып, Магомед Адиев бастаған құраманың ертегісін жасаған Игорь Шацкий биыл Ақтөбе сапында өзінің 35 жас мерейтойын өткізіп, өз мансабында алғаш титулын жеңіп алды. Алайда биылғы маусым барысында Қарағандының тумасы тұрақты ойын көрсете алмай әлек. Оның орнын Қызылжар қақпашысы Вадим Петров басады. Вадим осы біріншілікте 11 ойында 14 гол жіберіп алды. Қызылжар аутсайдер команда екенін ескере отырып, бұл Петров үшін өте жақсы көрсеткіш. Оған қоса жақында өткен Астанаға қарсы ойында жас қақпашы ойын барысында 2 мәрте командасын пенальтиден құтқарды. Әзірше жас қақпашыдан тек Вадим тұрақты жақсы ойынымен қуантуда. Сол қапталдағы қорғаушы Норвегияға қарсы өткен ойында еш мінсіз ойын көрсеткен және көп жылдар бойы тұрақты деңгейде өткізетін Ян Вараговский болашақ құрамада да ойнайтыны хақ. Ян 2018 жылдан бастап құраманың сол жақ қапталын өз иелігіне басып алды. Оған қоса 2026 жылы Вараговский өз ойынының шыңына шығады деген сенім мол. Орталық қорғаушылар арасындағы ең сенімді және еш сұрақ туғызбайтын Нұралы Әліп өзінің көшбасшылық қасиеттерінің арқасында Асхат Тағыбергеннен кейін капитандық белбеуге ең басты кандидат. Магомед Адиевпен өзара тіл табыса алмаған Әлібек Қасым бапкер кеткелі команданың негізгі құрамынан орын тапты. Словенияға қарсы өткен ойында Ақтөбенің қорғаушысының жоқтығы Черчесовтың құрамына Әлібектің қажеттілігін тағы бір рет дәлелдеді. Алдымызда Аустрия және Словениямен өтетін кездесуде қазақ жанкүйерлері тағы да бір дебют көріп қалуы әбден мүмкін. Ол Қазақстан жастар құрамасының капитаны Әділбек Жұмаханов. Бар болғаны 2 маусым ішінде Виталий Жуковский жас қорғаушыдан ұлттық құрама деңгейіндегі ойыншыны құрастыра алды. Әділбек ойындағы қорғаушыға әдетті емес жоғары жылдамдықпен ерегеспе мінезбен көзге түседі. Қорғаушының жасы бар болғаны 21 екенін ескере отырып, оның болашағынан үміт көп. Оң қапталдағы қорғаушы Қазақстан премьер-лигасының 10-шы турынан кейін жетісу бапкері Қайрат Нұрдәулетовтың көңілі бұзылуының кем дегенде 2 себебі болды. Біріншісі оның командасы Ордабасыға есе жіберіп, Шымкентте жеңілді. Екінші және ең маңызды өкініш ол Әділбек Добайдың тізесіне жарақат алып мезгілсіз алаңнан кетуі. Ойыннан соң дәрігерлер қорғаушыға ота жасатып ұзақ мерзімге ойыннан тыс қалатынын жеткізді. Бұл жағдайдың ең әттеген айы. Дәл сол ойын алдында Әділбек ұлттық құрамаға ең алғаш шақырту алуы. Бірақ ойыншы еңсесін түсірмей ойынға жаңа күшпен оралатынына сенеміз және болашақта Әділбектің ұлттық құраманың негізгі латералына айналатыны айдан анық. Орталық жартылай қорғаушылар Қайрат футбол клубының құрамындағы жалғыз өкілі және Әділбек Домбаймен тағдырлас ойыншы Әділет Садыбеков
Команданың орталық тіреу жартылай қорғаушысы Таразбен өткен клубтық кездесуде сол тізе жарақатына байланысты келесі жылға дейін ойыннан тыс қалды. Жетісу ойыншысынан бас айырмашылығы ол Әділеттің ұлттық құрама сапында Грекияға қарсы ойында дебют жасауы. Одан келесі ойында да Люксембург құрамасына қарсы ойында гол соғып үлгерді. Руслан Балтиевтің бір сұхбатында еліміздегі ең перспективті ойыншы осы Садыбеков екенін айтқанында білеміз. Ең бастысы, Әділетке тез арада ойынға қосылуына тілектеспіз. Биыл ғана Дания чемпионатына ауысып, өзін жақсы қырынан көрсетіп жүрген Рамазан Оразов Магомед Адиевтің ең басты элементтері болғаны анық. Мұсаулы кезінде Рем көбінесе алғы шепте ойын көрсететін, алайда ол шабуылды тереңнен жақсы бастау қабілетін ескере отырып, оған 8-дік позициясы жарасады деген ойдамыз. Шабуылшылар. Құраманың басты диспетчері және ең қымбат ойыншысы Зайнутдиновтың алаңдағы төл орнын басып айту қиын. Қаптал қорғаушысынан бастап орталық шабуылшы ретінде ойнап келген Батёка бұл құраманың сол жақ қапталында орналасады. Джованни Ван Бронхорст келгелі Бешикташ сапында орын таба алмай жүрген отандасымыз ұлттық құрама сапындағы ойындар кезінде өзінің бабында екенін дәлелдеу мақсатында барын көрсетеді деген ниеттеміз. Оң жақ қапталда Қазақстан чемпионатының қазіргі таңда ең үздік ойыншысы Ислам Чесноков жайғасады. Ислам осы маусымда 10 голмен көзге түсіп, бас сүрмерген атануға жақын. Ұлттар лигасының ойындарына шетелден келген скауттардың бас назары Чесноковтың ойынында екені сөзсіз. Ойыншының өз айтуы бойынша қазіргі таңда ең басты мақсат Оразов және Зайнутдиновтың жолын қуып шетелге кету. Өскемендік жігітке сәттілік тілейміз. Құрамамыздың басты шабуылшысы рөлін Максим Самородовке тағайындадық. Ресейлік Ахматқа енді сіңісіп келе жатқан жас шабуылшы алғашқы голында соғып үлгерді. Черчесовтың баспасөз қызметіне берген бір сұхбатында ол Самородовты еуропалық топ клубта ойнауға ықтималдылығы ең жоғары ойыншы екенінде атап айтты. Ұлттық құраманың шабуылдағы әлеуеті де осы Максқа байланысты екені сөзсіз. Қосалқы құрам. Егер өз бабына келсе, еліміздегі ең мықты қақпашы болуға мүмкіндігі бар Бекхан Шайзада. Жарақатқа дейін өзін жақсы қырынан көрсеткен Сағадат Тұрсынбайда мықтылығын дәлелдеуі тиіс. Ақтөбенің универсалды қорғаушысы Әділхан Таңжарықовты естен шығара алмаспыз. Тобыл капитаны Роман Асранқұлов та өзін өзі көрсетуге мүмкіндік алады. Әлі де өз шыңына шыға алмай жүрген Арман Кеңесовты ұмытпайық. Биылғы чемпионаттың ең басты жаңалығы қарағандылық Жан Әли Пайрузға үміт ерекше. Және де Астананың түлегі әрі джокері Рамазан Кәрімовті ұмытуға болмайды. Құрметті достар, сіздің ойыңызша қай футболшы 1-2 жылда керемет ойынымен еуропалық топ клубқа ауысуы мүмкін? Өз нұсқаңызды комментарийге жаза кетіңіз.